Енді жаңа 40-тан асқан ер азаматтар простатит бар ма жоқ па қалай тексереді? УЗИ арқылы ма, анализ тапсыра ма? Не істейді? Қандай Бірінші жолмен? кезекте уролог дәрігеріне келіп, ол өзінің симптомдарын не мазалайтынын айтса, біз соған қалай айтамыз. Көп адамдар приемға келіп жүріп айтады, менде простатит деп. Мен айтамын, қалай білесіз оның простатит екенін? Бір жерден оқып алған, Енді видеодан көрген, естідім дей ма? естідім, менің досым да бар, менде де сондай шығар деп келдім. Ол ондай емес, әрине, әркімде ол әртүрлі. Оның белгілері болады, симптомдары болады. Ол басында симптомсыз болуы мүмкін. Кейінгі асқынған кезеңінде әрине ол бұл простатит ауруы бір күннің ішінде болмайды. Бұл өте баяу түрде дамитын ауру. Ешкім ертесі күні оянып, зәрі Міне мен шыққан, бітті простатит болдым деп иә, айтпайды. зәрі шыққан кезде баяулап, ол сығырлап, немесе оның түсі өзгеріп, дәретке бару жиілемейді ғой. Мгм. Ол баяу түрде өтеді. И ол ер адамдар көбінесе ойлауы мүмкін, бұл норма нәрсе. Мгм. Мен ол Қартайып жатырмын ғой, организм тозып жатыр организм деп ойлауы қартайып жатыр мүмкін, иә. деп ойлауы мүмкін, ал негізінде ол ондай нәрсе емес. Сондықтан жылына бір рет осындай дәрігердің кеңесінен өтсе, ол әрине ол әр аурудың алдын алады.